Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, Қызылорда қоғамдық телеарнасында спортсмен хабары және оның жүргізушісімен Алданазар Нағымет. Бүгінгі хабарымызды біз Панкратион спортына арнамақпыз. Алдағы 20 минутта бізбен бірге болыңыздар. Панкратион жайлы толық ақпарат айтатын боламыз. Қазіргі заманда қолданыста бар спорт түрлерінің арасында өзінің ерекше атауымен панкратион деген ұрыс өнері бар. Бұл спорт түрі ежелгі жекпе-жектің бір түрі. Ал енді бізге бұл спорт түрі туралы толыққанды бізге түсіндіріп беретін біздің Панкратионнан Қызылорда облысы бойынша аға жаттықтырушымыз Арман Меделханов қонаққа келіп отыр. Арман, ассалаумағалейкум. Көңіл-күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Өте керемет. Сұхбатымызды бастасақ, жалпы бұл осы панкратион спорт түрінің тарихы жайлы айтып берсеңіз. Жалпы бұл панкратион спорт түрі Рим, яғни гректерден шыққан спорт түрі. Бұрын соңды ерте заманда сол гректердің, римдердің батырлары ұйымдастырған спорты. Бұрын олимпиаданың құрамында болған бұл спорт. Кейіннен жарақат алуына байланысты батырлардың олимпиаданың құрамынан алынып тастаған. Бұл спорттың құрамында, яғни ұру, соғу, күрес, бүкіл жауынгерлік өнердің бүкіл қосындысы болғандықтан спортшылар жарақат алуы мүмкін жарыс кезінде. Сол себепті осы олимпиаданың құрамынан алынып қалған. Бұл Қазақстанға 2000 жылдар келді бұл спорт түрі. Қазақстанда 2000 жылдан бастап болды. Ал біздің Қызылордаға 2013-тен бастап осы Қызылорда облысына келді. Өзім осы Қызылорда облысына әкеліп дамытып жатқан жағдайымыз бар. Ал енді бұл спорт түріне жалпы қатысам деушілер, қызығушылар болатын болса, неше жастан бастап қабылдайсыздар? 6-7 жастан бастап. 6-7 жастан, неше жасқа дейін? Шексіз, шектеу жоқ. 6-7 жастан бастап жоғары қарай. Қатысам деушілер болса келе беруге болады? Әрине. Ал бұл спорт түрімен жалпы айналысқанда ең бірінші спортшының несіне мән бересіздер? Спортшының бойында қандай қасиеттер болу керек? Жалпы ең бірінші спортшының желание дейді ғой, ең бірінші спортқа деген өзінің ынтасы болса болды. Жігері. Ең бірінші адам баласының осы спортқа деген ынтасы болса болды. Қалған өзі 3 қасиет болу керек адамға. Сол 3 қасиеттің ең біріншісі осы ынтасы. Қалған екі қасиетті осы жаттығу барысында, спортқа келу барысында дамытып аламыз. Енді бұл спорт түрінде жалпы айтып отырсыз, Қызылордада 2013 жылдан бері бастап алды деп. Енді осы 2013 жылдан бері қандай жетістіктеріңіз бар? Осы спорт саласында қандай да бір спортшымыз биік белестерді бағындырып жүр ма? Әрине. 2014 жылы Венгрия мемлекетінде өткен әлем чемпионатында осы Кешкемет қаласында өтті. Сонда біздің Қызылордадан 2 спортшымыз қатысты. Мұратова Жанат және Жалғасова Әйгерім деген. Әлемнің 2-еуі күміс жүлдегер атанды. Одан бері Ресей мемлекетінде өткен, Сочи қаласында өткен әлем чемпионатында Қалжанов Саламат деген ересектер арасында қола жүлдегер атанды. Және сонымен қатар жастар арасында Әділсер Ғани деген қола жүлдегер атанды. Және 2018 жылы Италия мемлекетінде өткен, 2019 жылы Италия мемлекетінде өткен әлем чемпионатында ересектер арасында Исқарай Болжас күміс жүлдегер атанды. Сонымен қатар көптеген спортшыларымыз Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпиондары бар. Енді жалпы сол жетістікке жеткен кезде осы спортшыларға берілетін немес бір спорт шебері болады ғой, бір белгілі спорттарда, таэквондода мысалы белбеу, қара белбеу деген секілді. Сол сияқты қандай дәреже бар сіздерде? Халықаралық дәрежеде спорт шебері деген атақ бар, ең бірінші. Одан кейін Қазақстан Республикасының спорт шебері деген атақтар берілген. Сол спортшыларға. Енді осы спорт түрінің маған ережесін айтып өтіңізші, жалпы ережелері қалай болады?
Панкратионның негізінде екі түрі болады. Панкратион Tradition және Elite деген. Tradition'де беттен ұруға болмайды. Бұл спорт түрінің өзі екіге бөлінеді? Иә, екі түрі болады. Беттен ұруға болмайды Tradition'де. Корпустан, яғни денеден ұрады, аяқпен, қолмен. Және очкоға, нокдаун жасауға болмайды. Только каратенің жаңа түрі сияқты очкоға ғана. Элитте полный контакт, яғни до нокаута. Сдача бергенше ұрып тебуге болады. Кездесу 4 минут. 4 минут. Иә, 4 минуттың ішінде қарсыласыңды элитте толық жеңіп шығуың керек, ал Tradition'де ұпай санымен жеңіп шығуың керек. Ұпай санымен жеңіп шығу керек. Ал енді менің түсінігім бойынша бұл екі түрге бөлінеді деп отырсыз, бұл спорт түрі. Беттен ұруға болмайтын, көкіректен ұратын Tradition дедім. Иә. Сол спорт түрімен көбінесе жасөспірімдер айналысады шығар, себебі белгілі бір деңгейге өткеннен кейін элит деңгейіне өтіп беттен ұрып деген секілді. Иә, Tradition түрімен 12 жастан бастап 16 жасқа дейін айналысады. Жоғары қарай айналыса береді, негізінде 12 жастан жоғары қарай айналыса береді. Ал элитті тек қана 16 жастан бастап жоғары қарай. Түсінікті. Енді бұл осы панкратион спортында жалпы қанша әдіс тәсілдер бар? Оның саны бар ма? Жоқ. Саны жоқ. Негізінде кез келген спортта әдіс тәсіл санаулы болмайды. Санаулы болмайды. Айтады ғой, Брюс Ли осы спорттың аталары бір айтады ғой. Ешқандай спорттың саны болмайды. Өзің фантазиялық ойынан шығара беруге болады негізінде. Ал енді осы панкратион әртүрлі спорт түрлерінің қосындысы дейсіз, жалпы неше спорт түрінің қосындысы бұл? Енді бұның құрамына күрес кіреді, еркін күрестің приемы кіреді, дзюдоның приемы кіреді, самбоның приемдары кіреді, тай бокстікі кіреді, кикбокстікі кіреді, бокстікі кіреді, тағы да греко-римнің күрестері де кіре береді. Жалпы бүкіл күрес өнерімен ұрып соғу спорттарының өнерлері кіре береді бұның ішінде. Қосындысы оған? Қосындысы. Ал киімі қалай болады бір? Панкратион киім үлгісі, бас киім, Tradition'де бас киім киілмейді, шлем, яғни боксерский шлем дейді ғой, шлем киілмейді. Өйткені бастан соғу болмағандықтан шлем киілмейді. Ал элитте бас киім шлем, боксерский шлем киіледі. Тіс қорғау қапысы дейді ғой, қапысы киіледі. Сосын ражгард үстінде қызыл, көк немесе и шорты, яғни қысқа балақ, шорты, аяқта футы. Яғни қорғаныс несі. И сосын қолда ММА дейді ғой, перчатка, қысқа саусақ шығып тұратын перчатка киіледі. Не боксерский емес, саусақпен ұстауға захват, яғни ұстауға да арналған перчатка киіледі. Жарыс барысында ұпайларды қалай есептейді? Мысалға, бір әдіс тәсілді өте жақсы жасасаң, соған бір ұпай деген секілді болып есептеліне ме? Қалай болады? Әлде осыншама уақыттың ішінде бірнеше әдіс тәсіл жасайды? Жоқ, ұпай саны қолмен корпусқа, яғни денеге ұрсаң бір балл, аяқпен, лау дейді ғой, аяққа тепсең бір балл, аяқпен корпусқа тепсең 2 балл, басқа тепсең 3 балл. Бросок жамбасқа жай құлатсаң 1 балл, 2 аяғын көтеріп тастасаң 2 балл, ал егер белден жоғары амплитудный бросок дейді ғой, жоғарыдан лақтырсаң 3 балл. 4 минуттың ішінде осы балдарды алып үлгерсең болды. Тең түскен дәрежеде? Тең түскен дәрежеде качественный балл дейді ғой, кім осы ең үлкен балды жинады, яғни сіздікі 10-да 10 болып қалсақ, мысалы, тең түсіп, мысалы, сіз бір балдан 10 балл жинасаңыз, ал мен бір үлкен бросок тастадым, 3 балл алдым, қалған балдарым, мысалы, 1 балдан жинадым, 7 балды. Значит, мен ұқтырттым. Качественный балл отады. Енді осы спорт түрімен жалпыға мен айналысатын болсам, қанша уақытта толыққанды үйреніп шыға аламын? Жаңа айтады ғой, ынтаңыз болса, 3 айда результат шығаруға болады. Бұл белгілі бір фундамент дейміз ғой, қалыптасқан бір базовый іште. Кейбіреу мысалға дзюдоға қатысқан болады ертеректе. Оның барлығы әсер етеді ғой бұл спорт түріне келген кезде, көмек етеді. Олар тем более тез 1-2 айдың ішінде үйреніп кетуге болады. Самый главный, жаңа айтады ғой, желание. Адам үйренем деген өзінің ынтасы болса болды.
2 мезгіл тренировка жаттығу жасайтын болса, ол одан сайын тез үйренуге болады. Бір мезгіл үйренген, қазір менің спорт залдарымда, мысалы менің спорт залым Евразияда, мұз айдында, осы жерде қазір айтайын, үлкен кісілер жүр. Жастары 45-ке, 50-ге келген кісілер жүр. Спорт ешқашан кеш емес. Біреулер айтады, менің жасым сүйем қатайып кетті ғой, жасым кетіп қалды ғой. Спорт ешқашан кеш емес. Кез келген уақытта спортпен айналысуға болады. Осы бір алдағы 20 минуттың ішінде мен осы спорт түрін толыққанды үйреніп кетемін деп айта алмаймын, бірақ көрермендерге де түсінікті болу үшін осы спорт түрін маған үйретсеңіз. Міндетті. Қымбатты көрермен, енді біз осы панкратион спортының әдіс тәсілдерін үйренбекпіз. Ол үшін бізге мынандай арнайы құрылғыларын кию керек екен. Мысалға, мынаның аты перчатка дейді, яғни қолғапты, әрі күресуге ыңғайлы, әрі ұрып соғуға ыңғайлы. Ал мынау сіздің қолыңыздағы? Бұл аяққа футы дейді бұны. Аяқтың қорғанын тебуге арналған. Бір жағынан аяққа жарақат алмайсыз. Жарақат алмайсыз. Енді мен мынаны киіп алайын қазір. Жарақат алып қалмас үшін. Осылай үстінен киіле береді. Осы жоғары жағынан. Енді спорт бір белгілі әдіс тәсілдерді үйретсеңіз, мен соны қайталап көрейін. Көрермендерге де түсінікті болсын. Ең бірінші 1-2 деген удар болады. Яғни соғу. Бұл базовый жаттығулар ғой. Базовый жаттығу, 1-2 деген. Ең бірінші атакующий дейді ғой, яғни шабуылдаушы. Және қорғанушы стойка, яғни стойканы ұстауымыз керек. Панкратионда ол былай, алдын қол атакующий, артқы қол қорғанушы жақты қорғау керек. Иықпен алдыңғы жақты, сол жақты, артқы қолмен артқы жақты қорғау керек. Яғни соперникке міне. Аяқтың ұшымен тұрамыз. Алдын қол, алдыңғы аяқ. Раз, міне. Алдыңғы қолдың 2 сүйегімен. Раз, міне. И 2. Бір линияның бойымен. Тазы бұрып, міне. 2. Қайтадан келеміз, міне. Раз, 2. Келесі сен, міне. Раз, 2. Вот, міне. Тағы. Раз, 2. Вот, міне. Аяқтың ұшымен ғана, міне. Ең бірінші керекті соққа. Керекті соққа, бірінші. Керекті соққа. Ең бірінші керекті соққа. Одан кейін аяқты қосуға болады оған, күресті қосуға болады, жалпы. Мен ең бірінші жасап көрейін, мен стойкым, тұрған тұрысым, барлығы ұлдарын дұрыс бекен тексеріп көріңіз. Мен оң ақаймын. Оң қолым артында тұрады ғой. Мен дұрыстап жүрейін. Шамам. Бетті көтересіз. Өйткені соққа тиген кезде міне көрдіңіз бе? Бетті де қорғау керек. Аяқтың ұшына тұрыңыз. Енді алдыңғы аяқ, алдың қол созасыз. Раз, 2. 2. Артқы аяқта бұрылу керек сияқты. Артқы аяқта да бұрып. Алдыңғы аяқпен қаншалықты шаг жасасаңыз, артқы аяқта соншалықты шаг жасап барып бұрасыз. Өйткені равновес жоғалтып алмау үшін. Раз, 2. Міне. Раз, 2. Түсірмеңіз қолыңызды. Қалай ұрдыңыз, солай орнына келіңіз. Өйткені бүйтіп ұрдыңызда түсіріп қалсаңыз, соперні қарсылас, сол моментті пайдаланып, өткізіп жіберіп өзіңізге соққы жасауыңыз мүмкін. Қалай ұрдыңыз, солай орнына келіңіз. Раз, 2. Міне. Бұрын сіз негізінде дзюдо емес, бокста айналысыз. Бокста айналысыз. Олмен де айналысқам жақсы. Енді осыған аяқты қосуға да болады. Яғни тұрым. Оң аяқпен жанына қарай шаг жасап. Кикбокстың әдісі бұл уже. Жаңағы бокстың әдісі, мынау уже кикбокстың әдісі. Жақсы бір қайталап көрейін. Раз, 2. И шаг. Осылай ғой.
оң аяқпен шамалы былай қарай, шамалы былай қарай Оң аяқпен жанына қарай, иә, жанына қарай өтіп барады, О, қол шамалы, размақ, жамбас. Тепкенде бұл размақ, сол қол, оң қол жаққа келеді, сол қол размаққа өз, жамбас шығар. Тағы бір қайталап көрейін. Раз, два. Оны көрдіңіз ба? Уже аяқ өз жүгіреді алға қарай. Сосын мен түсінген барынша шалқайсаң да аяқ жоғары көтеріледі сияқты. Қаншалықты шалқайсаңыз, линия Q әрпі бар ғой, сол сияқты. Қаншалықты шалқайсаңыз, соншалықты аяқ биікке көтеріледі. Енді күрес қосамыз енді. Күрестің бір приемы бар. Ең жақсы прием висячка дейді, яғни захват ұсталып қалған кезде, яғни болады ғой, күресіп жатқан, төбелесіп жатқан кезде ұстасып қаламыз. Мысалы, ұстасып қалған кезде висячка дейді. Оң аяқ міне, оң аяқты жамбасты жанына шығарамыз, міне. И оң аяқты жанына лақтырамыз. Қолға лақтыру арқылы бәлі ғой. Бірден қол тарту әдісіне көшіп кетеміз ғой. Бросок, яғни лақтыру, бірден қолға ауырту. Екеуін бөліп жасап жүрмейміз. Мысалы, дзюдоларда, басқа спорт түрлерінде, мысалы, бросок тастайды да тоқтап қалады. Өйткені ол спорт түрлерінде лақтыру әдісі ең жоғарғы балл болып есептеледі. Ал бізде ең жоғарғысы өздігіне берілу. Пока өз берілмей, қарсылас берілмей, жарыс тоқтатылмайды. Сен ұттың деп есептелмейді ғой. Есептелмейді. Мүмкін ол астына жатып тартпсау мүмкін. Біздің спортта үстінде отырған адам жеңіске жетпейді. Демек, үстінде отырдым екен деп жеңіске жетпейді деп есептелмейді. Мүмкін ол астына жатып сізге болевой тартпсау мүмкін. Ауырту әдісі дейді ғой. Или қылқындыру әдісін тартпсау мүмкін. Әдіс көп біздің спортта. Бізге жаңа дзюдомен айналысқан, самбомен айналысқан, еркін күреспен айналысқан балдар көп келеді. Өзі бұрын соңды 10 жыл көп айналысқан. Бірақ сол өзінің әдістер біздің спортқа өтпейді ғой. Өтпей қалады. Жасағысы келеді, бірақ өтпейді. Бұл жақта басқаша әр әдіске бір анти-әдіс бар дейсіз ғой. Әр әдіске. Енді бұл әдіс сырт көзге қарағанда қиын сияқты, бірақ өте оңай әдіс бұл. Мен жаңа сіз жасаған... Енді қазір воздухқа, яғни ауаға былайнан бүйтіп, ләңгі, біз бала кезімізде ләңгі теуіп үйрендік қой. Ләңгі теуіп міне. Ләңгі теуіп үйрендік қой. Сол ләңгіні жасап көріңіз міне. Жамбасını шығарып, жамбасын әлде де. Жамбасын шығарыңыз. Оппа. Әлде де. Тағы да. Оппа. Жамбасын шығарыңыз. Оп, енді қараңыз. Енді захват ұстағыңыз. Міне. Қолының сыртына міне. Иықпен. Мына қолмен. Мынаны желкеден шығаршы қолыңды суырып ал. Алынбайды, көрдіңіз ба? Егер мен былай ұстайтын болсам, ол қолын суырып алады, көрдіңіз ба? Мойын, адамның мойнымен тонна, яғни салмақ көтеруге болады. Сол себепті міне қатты қысып аламыз, міне, көрдіңіз ба? Суырамайды. Мына желкесінен ұстап аламыз жақсылап. Осы екі қолды жібермейміз. Енді ләңгіні жасаймыз, жаңа ләңгі тебу. Екінші аяқ бастың үстінен кету керек. Мен сізге көмектесем. Осы ләңгіні жасаңыз, сол аяқты бірге лақтырасыз. Мен сізге көмектесем. Өз-өзіңізді лақтыру арқылы. Лақтыру арқылы. Келіңіз, захватсаңыз, мен көмектесем сізге. Бұлай айтқанда бір... Осылай қысып алу керек. Қысып алыңыз. Жақын, сол аяқ жақындатыңыз. Қолын дұрыс тұр ма? Сол аяқ жақындатыңыз. Сол аяқ жақындатып? Осылай сөйлеу керек. Қазір сізге көмектесем, мынаны бүйтіп лақтырған кезде, сол аяқты бас жаққа лақтырып жібересіз. Бірінші пока осылай тұрмыз. Сол аяқ жақындатамыз да? Оппа. Қысамыз ғой, сосын? Міне. Алдыға лақтырып. Болды, Екінші әдіс қол тарту. Қол тарту. Қол всегда мощный дейді ғой, мысалы. Бәрі керемет. Солай деген сияқты болып тұру керек. Былай қарай қол бұрылып кетпеу керек. Өйткені бұрылып кетсе, бұған ауырту әдісінен шығып кетуге мүмкіндігі бар. Сол үшін постоянно контроль қолдың басы осылай тұру керек. Жалпы мен бір жағынан санды қысып ұстау керек. Бұл әдіс тәсілде бір оқпен екі қоянды да атқандай әрі әдіс жасайсың, әрі қолын қайырып, өз-өздігінен беріліп, жеңіске жетуге болады. Әрине.
Қымбатты көрермен, жаңа әдіс тәсілді көріп отырсыздар. Енді жаттықтырушының көмегінсіз мен өзім жасап көрмекпін. Бағасын берерсіздер. Бірінші стойкада тұрмыз. Алдына келдік. Өте керемет. Өте керемет. Профессионально шықты. Әдемі шықты ма? Әдемі. Кәсіпқой. Енді тағы қандай жаттығулар бар? Мен ойлаптым, мына жаттығудан кейін барлық жаттығуды жасай алатын сияқты өзіме сенімді болып күш берді ма? Тағы қандай жаттығулар бар? Аяқпен тебетін, ұстап қалып жатқызатын деген секілді. Енді келесі жаттығу, мысалы, проход деген көп кездеседі, яғни аяққа өту прием дейді. Через удар бар, или қарсылас ұрып жатқан кезде өту проход дейді. Яғни панкратион, мысал, стойкада тұрған кезде жаңағы ұрып барамын да, өзім кіремін міне, ала қарай. Егер де көтере алмаған жағдайда болса, мысалы, оң аяқты мынаның сыртына саламын міне. Хоп, кетіп бара жатсам қыламын. Хоп, міне. Артына қарай. Міне. Ал көтере алсам, мен енді тізем жарақат алған, операция, после операция. Көтере алсам, үлкен бросок жасауға болады. Бұл әзірге артқа қарай итеру әдісі ғой. Бұл артқа қарай. Бұл үшін 1 балл беріледі. 1 балл беріледі. Ал егерде екі аяғын көтеріп тастасам, 2 балл беріледі. Ал егерде тұрып көтеріп ауадан, воздухтан тастайтын болсам, ауадан жоғарыдан 3 балл беріледі. Мен әзірге 1 балл беретін әдіс жасап көрейін. Стойкада жүрміз? Жоқ, стойкада тұрмыз. Стойкада жүрміз? Раздуамыз тық-тық. Жоқ. Сол аяқ ауын ортасына. Сол аяғым түсу керек. Бірінші қараңыз. 1, 2, мына артқы аяқ. Алдыға шыға. Удардан қашу керек, міне. Хоп, міне. Ауын ортасына кіресіз. Раз, 2, ұрыңыз. Раз, 2. Енді артқы аяқты бұрамыз. Хоп, міне. Жақындатамыз. Отырамыз ғой осылай. Енді дұрыс бол, міне. Енді сол аяқтың ішіне кіру керек. Тізенің ортасына тигізіңіз тізені былайынан. Даже отыру керек. Енді аяқты сыртына ораңыз. Хоп. Сосын қысып аламыз ба? Жоқ. Енді корпусыңыз көтеріп, ұруға да болады міне. Үстінен соққы жасау керек. Соққы, әр ұрған сайын 1 балл беріледі. Тағы қайталап көрейік. Тоқтық. Тізен теңіз. Сол аяққа отырамыз. Опа. Үстінен шығарып, добивать етеміз. Енді екінші дәл осылай, енді тізен тигізу арқылы көтеріп тастау болады. Оны бірі көрсетіп жүрсеңіз. Мысалы, тоже самый жаңа мысал. Раз, 2, удардан қашамыз. Раз, өтіп барады. Тізен тегіз міне. Көтеріп алып. Бросок и добивание. Енді жаңа әдісті жоғарыға қарай лақтыру. 2 баллға. Қайталап көрейін. Дәл жаңағындай басталады. Ударды жібердік. Кіреміз. Сол аяққа отырдық. Көтереміз ба енді? Сол аяққа отырмаймыз ба әлі? Отырасыз, бірақ шамал ауын ортасына қарай кіріңіз. Раз, 2. Ұрдық. Отырдық. Алдыңғы тізені қойыңыз. Енді құшақтаңыз 2 аяғынан. Көтеріңіз. Жанына тартыңыз. Опа, міне. Опа. Көрдіңіз ба? 2 балл. Жанына тартқасын өзі айналып кетеді. Өзі айналады, 2 балл. Көбінесе спортшылар лақтыру әдісін жасағаннан кейін алданып қалады, ұрып соғып, нокаут жасаймын дейді да, өзінің әлсіз жерін ашып қояды. Сөйтеді да, алданып қалып, жаңағы қасында жатқан спортшы оны пайдаланып. Қорқыну әдісіне, ауырту әдісіне түсіп қалады. Яғни мен мысалы құлап қалдым деймін, мысалы, астында мысалы ұрып жатады, мысалы, соғып жатыр, мысалы, блок қойып жатыр, міне, блок қойып жатырмын, и одновременно, бір аяғымды мына жерде міне салып жесем болды, бір иығына. Шо? Бұның аты қылқындыру әдісі 3 бұрыш дейді. Яғни 1, 2, 3. 3 бұрыш. Көбісі міне желкесінен ұстап тартуға болады. Егерде спортшының қарсыласының күші көп болып мен көтеріп алып кететін болса, көтеріп ататын болса, қолына ауырту әдісін жасауға болады одновременно.
келесі әдіс көбінесе бэкфист деген удар қолмен айналып ұру, сосын айналып тебу ударлар жақсы өтеді. Сонымен қатар одновременно екі қолдың ортасы дейді, яғни қазір мен жаймен көрсетейін. Бэкфист деген айналып ұру. Стойкада тұрамыз, мынадан бастаймыз. Соперник артқа қарай жылжуы мүмкін, қашу мүмкін. Қуалаймыз, айналып. Қолдың сыртымен ұру қолы. Одан кейін екі қолдың ортасы дейді, яғни екі қолдың ортасы деген прием бар, мысалы. Раз тастаймыз, обманка. Ол может мен ұру мүмкін. Екі өткіземіз, астынан көтереміз, боковой. Астынан екі қолдың ортасы. Бұл өте өтімді приемдар бұның бәрі. Қалай бұны жасасаң болды өтетін приемдар. Ешқандай өтпей қалады деген прием жоқ. Бұл әдіс-тәсілдер бокс спортынан алынған. Бокс бұлар өтпей қалады, сомнение деген жоқ бұда. Істесең болды өтіп кетеді. Жақсы істеу керек. Сосын хай-кик, бэкфист жаңа бағана приемдар мысалы. Ол да бар. Әдіс-тәсілдердің аттары ма айтып жатқаныңыз? Бэкфист деген приемдардың аты. Яғни алдау арқылы бұлда сол қолды көрсетеміз, бірінші лауды көрсетеміз. Аяқта қосын. Сол қолды көрсет, аяқтан тебеміз. Аяққа өтіп кеткеннен кейін соперник, яғни қарсылас күтіп алуы мүмкін. Мен екінші тепсем, күтіп алады ол. Яғни екінші тағы да қайталайтын болсам, ол мен аузынан ұрып күтіп алуы мүмкін. Сол үшін как будто соны мен күтетінге келтірем, көзбен алдаймын. Адам көзі айна дейді ғой. Көрсетем да, лау тебетін сияқты болған, міне. Жақтың сыртынан тебем, өкшемен, мынаумен ұрам, и тимесем, мынаумен тебем, қайтадан. Мен жаймен көрсетем, қайтадан. Раз, тұқ, тебем. Тағы да тебет деп ойлап қояды. Екінші тағы тебет дейді да, ойлап қояды, міне, өкшені ашық қояды. Жағын ашық қояды ғой. Жағын түсіріп қояды, ол бет открытый кеп қалуы мүмкін маған. Мына қол түсіп кетеді. Түсініп ме? Мен бір қайталап көрдім. Сол қол көрсетеді, сол қол. Бірінші сол қол ұрам, рау тебем. Тағы да солай істейтін секілді көрінем. Сол қол тұрам да. Өкше. Өкшемен тебем. Сосын айналам. И оң аяқ қойса. О, міне. Құрметті көрермен, бүгін біз осы панкратион спортын толыққанды сіздерге түсіндірдік деп есептейміз. Оны бізге түсіндіріп берген біздің панкратионнан Қызылорда облысы бойынша аға жаттықтырушы Надирхан Фарман. Үлкен рахмет айтамыз сізге. Алдағы уақытта спортшыларыңызға үлкен биік белестерді бағындырып жетістіктер тілейміз. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Спорт залымыздың есігі ашық. Келіңіздер. Жалпы дамытуға бірге атсалысамыз десеңіздер, келіңіздер. Алдағы уақытта жеңісті күндерде кездескенше. Рахмет. Рахмет сіздерге.